Бұлаңдап келіп жанаса, енді құлдан сұлтанға, сұлу құртқа сөйлейді. Үйлеу жоқ күмісім, жасаған қосқан белесім. Ойын менен көзім, сұлтаным сізге бас қосып, кеңейіп еді өрісім. Мен Әбдіғаппар Ақтолқын, Жаңақорған ауданы ауылының 167-ші жалпы орта мектебінің оқушысымын. Мен осы жырды жаттағалы бері өзімнің бойымдағы ерекшеліктерді байқай бастадым. Тарихымыздың асылы осы батырлар жырынан бастау алатынын ұқтым. Еліміздің ежелден дәріптеп, қастерлеп келген батырлар жырының асылын тарихтың рухани көш керуеніне ілестіріп отыру арқылы бүгінгі және болашақ ұрпақ қамын қамдау өскелең өмірдің талабы болып отыр. Соған арнайы Qazaq Epos республикалық ағарту жобасы Тұлпар мініп алған байқауындағы ұсынылып отырылған Қобыланды батыр жырын жаттату барысында оқушымның бойынан мен ерекшеліктерді, өршіл, рухты қасиеттерді байқай бастадым.